Бүгінгі Еуразия кітап көрмесіндегі олжама сіздерде таныс болсын деп видео жазайын деп отырмын. Бұл жерде мен тапқан олжамның бірі Түркі академиясының басылып шыққан екі маңызды кітап. Мына кітап қандай деп ойлайсыздар? Бұл тарихшылар үшін, тіл мамандары үшін, жалпы ұлттың өткеніне қызығатын жандар үшін өте маңызды дүние. Біздің де түсіріп жүрген қызықты ақпарат деген видео желісін білесіздер. Соған бір пайдасы болар деген ниетпен сатып алдым. 1924 жылы Орынборда өткен тұңғыш қазақ білімпаздарының съезінде талқыланған мәселелерге қатысты және сол съезге қатысқан делегатлардың қатысты тарихи суреттер, фотошежірелер және карталармен қоса сол жинақтың өзінің факсимилесі деп аталады. Бұл тұрған өте тамаша деген сөз. Бұл туралы жалғасты видеолардан көретін боласыздар. Екінші кітап бұл менің зерттеу нысанама онша қатысы жоқ кітап. Дей тұрғанмен біз қайдан келдік, біз кімбіз, тегіміз қандай деген сұрақтарға жауап іздеген әрбір оқырманға керекті кітап. Қазақтың тұңғыш антрополог ғалымы Оразақ Смағұлдың және Айнагүл Смағұлова екі автордың қосақтары бірігуімен жазылған қазақ халқы мен оның ата тегіне орай антропологиялық очерктер деген жинақ. Ішінде бүкіл антропологиялық ғылыми зерттеулермен түгелдей кестелер, диаграммалар, ғылыми зерттеулердің нәтижелері, суреттер көрнекілік деңгейде өте тамаша жазылған кітап екені көрініп тұр. Бұйырса оқып көретін боламыз. Бұл екі кітап осындай маңыздылығына қарамастан, Оразақ Смағұл ағамыз жазған кітап 1000 теңге тұрады. Бұл орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде. Мен қазақ тіліндегісін сатып алдым. Бөлек-бөлек те сатылады, әрқайсысы 1000 теңгеден. Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі бұл небәрі 1500 теңге тұрады. Өте қолжетімді кітаптар үшін Түркі академиясына алғыс айтамыз.